болушу бағаланады. Бағалау әдісimiz бүгін топтар бойынша жарыс. Қай топ жылдам әрекет жасап, жылдам жауап берсе, дұрыс жауап берсе, шаттырай есігі қалай жасалады? Шаттырай есігі шарт қою мақсатында айтылып, С шумақтары арқылы жасалады. мысалы, Егер күн шықса, мектепке барамын. мұнда шаттырай есігі қайсы? Күн шықса. Шықса дегеніміз, Азия журналы жасал жарайды Назина. Сұрақ беріңіз. Сан есім дегеніміз не? Сан есім заттың мөлшерін, санын білдіріп, неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы айтылсын. Мысалы, 24 қанша, неше? Жарайды. Назина өте жақсы. Идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау. Жазба жұмыстарында символ мен кейіпкер түрлерін қолданып жазу. Бүгінгі мақсатымызға сабақ соңында жетеміз деп ойлаймын. Сабақта құндылықтарға баулу, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік құндылығын алдық бүгін. Еңбек ету өз өміріңді мәнді етудің бірден-бір жолы. Демек, бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты тәрбиелік мақсат болып, еңбек туралы. Бүгінгі сабақтағы жаңа сөздер. Қолғабыс. Ал жазушы. Жылына қысты күні өсімдіктер өсетін ішіне жылу жүйесін орнатқан кеңдігі әр алуан жай. Райхан алуан. Еңбек ақы дегеніміз істеген пайдасы жоқ. Істеген қызметіне алатын ақшалар я заттар көп. Зарплата дейміз, я орысша. Құттықтау. Зейнет дегеніміз еңбек бағасы, жемісі, игілік. Бұл неде неге батайды? Еңбек деп атайды. Бірінші топтан Эдада мен Муниса. Екінші топтан Муниса, екінші топтан Сарназ бен Мәлике. Деген нам тәтті деген сөздің мағынасын білесің бе? Әрине, әке, білемін ғой. Олай болса, қазіргі сенің негізгі атқаратын еңбегің сабақ оқу, мектепте, үйде қолғабыс жасау. Сенің бізге тигізетін пайдаң да осы. Сөз беретін боламыз. Ал енді сіздерге тапсырма. Мұнда сіздер екінші тапсырмада сөйлемдерді мәтін мазмұндары бойынша орналастырыңыздар депті. Бізге 5 сөйлем берілген, орын ауыстырып берілген. Осы сөйлемдерді мәтіннің мазмұны бойынша орналастырасыңдар. Сіздерге қазір мен парақшада дайын берем. Нөмірлерін қоясыздар. Ақпараттың дұрыс не бұрыстығын жазасыңдар. Бұнда да сіздерге дайын тарап берем. Дұрыс бұрысын анықтап айтасыңдар. Топпен жұмыс.